Сіздер бірдеме байқадыңыздар ма? Арамызда ақ сақалдар жоқ. Мүлдем жоқ деп айтуға болады. Бірең сараң бір жерде кездесер. Бірақ көбінесе біздің арамызда қазір қалған тек қана шалдар. Не әулетін қоса алмайды, бастарын біріктіре алмайды, не Қазақстанның саясатына қатыса алмайды, не белсенді емес, не зиялы емес деген сияқты. Жай ғана қартайған адамдар шал болып қалған. Айтарым қазір мінекей өзіміз 40-тан асқанбыз, тағы да мінекей көп таныстарың бар, 40-тан асқан, 50-ге таяп қалған, 50-ден асқандар бар, 30-дан асып келе жатқандар бар, оны айта берсең көп. Сол үшін де мінекей бәріміз білімді болайық, ақсақал болып қартайайық, мынау жастарымызға нұсқау берілетін болайық, түзу жолға сала алатын болайық. Солардың артарынан қарап, соларды түзу жолға салып, маман беріп жақсы. Сондай бәрін әулетті ғана емес, бүкіл Қазақстанды біріктіре алатындай ақсақал болайық. Ақыл айтатындай деңгейге дейін жетейік. Өйткені мінекей жақында бір өзім достарымды айтып жатыр да, қонақта отырсақ дейді, әңгіме айтатын ақсақалдар жоқ дейді. Айтатындары енді білесіздер ғой, көбінесе жай бутавуха, жай ыртын жыртын жай. Сол мағынасы жоқ, сапасы жоқ әңгімелерді айтады да кетеді. Сол үшін де біз өзіміз болсын, кім болсын, бәріміз ақсақал болайық. Әйелдеріміз, қыздарымыз бәрі ақ ана болсын.